сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздердің назарларыңызға 6 сынып қазақ әдебиеті сабағы Ерлан Жүністің «Менің атым тәуелсіздік» поэмасының 1-ші сабағының видео сабағын ұсынғалы отырмын. Сіздер ме, оқушылар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Ерлан Жүніс «Менің атым тәуелсіздік» өлеңі. Сабақтың мақсаты шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау, көркем шығарманың мазмұны мен пішіні. Қазір біз сіздермен, балалар, ассоциация құрасыздар тәуелсіздік деген сөзге. Жақсы балалар, қаншама сөз тәуелсіздікке байланысты сөздер құраған екенсіңдер. Келесі. Ерлан Жүніс 1984 жылы 7 қарашада Алматы облысының Жамбыл ауданында туған. Мектепте оқып жүрген кезінен поэзияға құштар жастың «Жыр перзент» деген алғашқы жинағы 2001 жылы жарық көрді. Осы жылы республикалық абай оқулары байқауында бас жүлдені жеңіп алды. 2002-2007 жылдар аралығында Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің әлем тілдері факультетіне оқып білім алған. Республикалық қазақ әдебиеті және Айқын газеттерінде Кентавр әдеби апталығында қызмет еткен. Қазақстан жазушылар одағында референт кеңесші болған. 2006 жылы халықаралық шабыт шығармашыл жастар фестивалінде әдебиет саласы бойынша гран-при және президент кубогын иеленді. Келі түндердің дұғасы, егіз кітап, хаос, хауқсар, үміт жырлары атты жыр жинақтары жарық көрді. 2012 жылғы мемлекеттік стипендияның және дарын жастар сыйлығының иегері. Міне балалар, бүгін Ерлан Жүністің «Менің атым тәуелсіздік» поэмасымен танысамыз. 1-ші тапсырма. Ерлан Жүніс «Менің атым тәуелсіздік» өлеңін оқисыңдар. Шығарманың жанры өлең екендігін дәлелдейсіңдер. Мысалы, бұл шығарма өлең, себебі белгілі бір ұйқасқа құрылған, бірнеше шумақтан тұрады деп жазуларымен ары қаратай өздерің жалғастырасыңдар. 2-ші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқисыңдар. Өлең қалай әсер етті? Өлеңнен алған әсеріңді 2 сөйлеммен жазасыңдар. Келесі тапсырма, балалар. Өлеңінде қайталанып келетін сөздердің әсері қандай? Автор неліктен қайталайды? Бұл 2-ші тапсырмаларың. Ал 3-ші тапсырмаларың өлең құрылысына талдау жасайсыңдар. 4-ші. Өлең идеясы өлеңнің қай жолдары арқылы анықтауға болады? Бағалау критериялары, балалар. Идеясы берілген өлең жолдарын табасыңдар. Өлең құрылысына талдайсыңдар. Шығарма жанрын анықтайсыңдар. Рефлексия, балалар. Сабақ ұнады ма? Қиын және жеңіл жерлері болды ма? Көңіл күйлерің қандай болды? Ұсыныстарың бар ма? Осыған жауап бересіңдер. Үйде өлеңді мәнерлеп оқып келесіңдер.